Алейкум салам рахматуллахи ва баракатуху. Жалпы сол Наурузды ұлттық тойымыз дегендердің өзі, яғни діни той емес, бұл біздің ұлттық дәстүріміз дегендердің өзі мойындайды. Бұл Наурыз кітаптарда тыйым салынған, шариғатта тыйым салынған. Бірақ олар айтады, бұл біздің ұлттық дәстүріміз, тойымыз, біз оны діни той немесе діни мейрам деп қарамаймыз. Бұлар айтады, бұл Наурыз, мәжусилер бұл Наурызда от жағып, отқа табынатын болған, отқа құлшылық қылатын болған, біз олай істемейміз, онда біздікі дұрыс дейді. Жалпы кітаптардың барлығында келеді Наурыз мәселесі, Наурызды тыйым салынғаны. Бірақ Наурызда мәжусилер отқа табынады, отқа құлшылық қылады деген дәлел бірде жоқ. Мысалы, Наурыз деп келеді, бірақ айтпайды. Мәжусилердің қандай мейрам екен, қандай той екен айтпайды. Бұлар бұл мәселені қайдан алады екен білмеймін. Олар отқа табынатын еді, мәжусилер Наурыздың бүйтетін еді деген бірде кітапта жоқ. Тек қана мұтлақ тыйым салады, олардың тойы деп. Екінші, оларды тыйым салған қайтарған себебін айтпайды. Сіз мәжусилер сияқты тойласаңыз харам немесе ширк, күфір деп айтпайды. Сіз Наурузды тойласаңыз, ол дұрыс емес, харам деп келеді кітаптарда. Мұтлақ, яғни бұл мушабихатты, яғни ұқсауды мұтлақ айтады, мұқайят қылмайды. Яғни егер сіз мәжусилер сияқты тойласаңыз дұрыс емес деп айтпайды. Сіз Наурузды тойласаңыз болмайды, тойлаудың өзі болмайды деп. Онда бұлар тыйым, Алла субхану ва тағаланың шариғат тыйым салғаны, мәжусилерге ұқсау болғасын, ол да мұтлақ ұқсау. Яғни сен соны тойласаң ұқсаған болып есептелесің деп айтып жатыр. Онда мына жерде қазіргі дәстүріміз дегендердің өзі, ол дәстүріміз, ол бізді діни тойымыз емес дейтіндердің өзі де мойындайды ғой, бұл Наурыз екені, Наурыз көктемдің сол мәжусилердің тойлайтын кезінде тойлайтыны, ол мушабихат, яғни ұқсау бар мына жерде. Онда ұқсау мұтлақ, ұқсаудан, мұтлақ ұқсастықтан тыйым салып отыр шариғат. Сен мәжусилер сияқты тойласаң харам демейді, Наурузды тойласаң болмайды деп жатыр. Онда мына жерден тақсис қылып, өздерінен бір бөліп алып, біз оларға ұқса тойларын сияқты тойламаймыз дегендердің өзі дұрыс емес. Себебі кітапта мұтлақ айтты ма, мұтлақ тыйылу керек одан. Егер айтса, олар сияқты тойламаң десе, солар сияқты тойлау харам болады. Бірақ мына жерде үй деген жоқ. Тойлаудың өзі болмайды деп жатыр. Сондықтан бұл мәселені сақ болайық, иншалла. Алейкум салам ва рахматуллахи.